Алаштың асыл тұлғаларымен қатар аталатын ұлдарының бірі Тәшенов Жұмабек Ахметұлы 1915 жылдың 20 наурызында Ақмола облысы Аршалы ауданы Танакөл ауылында дүниеге келген. Ол Ақмола құрылыс техникумына 1933 жылы оқуға түсіп, бір жылдан кейін оқуын тастап қоғамдық жұмысқа белсене араласты. Қызмет жолын аудандық комитеттің хатшылығында 19 жасында бастаған. 25 жасында облыстық жер бөлімі бастығының орынбасары болды. 40 жасында Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы аталды. Ұлтының басына күн туған, қиын кезеңдерде қасынан табылған Жұмабек Ахметұлы қазақ жерінің телім-телім болып, ұстағанның қолында, тістегеннің тісінде кетпеу үшін жан аямай күрескен ұлы отаншыл. Ата-баба аманатына адалдығымен, жерін жатқа беруге қарсы жан аямай күрескен ерлігімен, өз еліне адал азаматтығымен есте қалған қайсар азамат. Жұмабек Ахметұлының еңбегін ескеріп, ұлағатын ұлықтау, қазақ үшін істеген өлшеусіз еңбегін ұрпақтан ұрпаққа үлгі етіп қалдыру тәуелсіздіктің бүгінгі ұрпақтарына сын аманат парыз.